Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. Ағылшын бастауыш сынып атты каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздің кейбіреуіңіз қате оқып жүрген ағылшынша 10 сөздерді оқитын боламыз. So, let's get started. Бастайық. So, the first one is Q. Q. Бес әріп болып жазылғанмен екі-ақ қана дыбыс беріп тұр. Q. Және естеріңізде болсын, ағылшын тілінде, қазақ тіліндегідей әріптердің бәрі түгел оқылмайды. Яғни, жазылуы мен дыбысталуы бірдей емес. Сонымен бұл сөзіміз Q. Q. So, the next one is chaos. Chaos. Chaos деп оқып жүрмеңіздер. Chaos. Next we have vegetable. Vegetable. Көрдіңіздер ме? Vegetable деп барлық буындарды оқымаймыз. Тек қана vegetable. Бірінші буынды анық оқимыз, яғни екпін, яғни ударение деп айтамыз, иә? Бірінші буынға түсіп тұр. Яғни бірінші буынға түссе, сол буынның дыбысы анық айтылады, қалғандары шуа дыбысы болып кетеді. Шуа дыбысы дегеніміз қазақ тіліндегі әріпіне ұқсас. Vegetable. Алғашқы буынның дыбысы анық айтылып тұр. В деп, қалғаны болып естіліп кетіп тұр. Vegetable. Қалған дауысты дыбыстар болып естіліп кетіп тұр. Vegetable. Vegetable. Яғни ағылшын тілінде жаңа айттық, әріптердің барлығы бірдей оқылмайды. Vegetable. Естеріңізде болсын. Next one is comfortable. Comfortable. Бұл сөзде де екпін алғашқы буынға түсіп тұр. Сол буынның дыбысы анық оқылады. Қалған буынның дыбыстары анық оқылмайды. Шуа болып кетеді. Comfortable. Comfortable. Comfortable деп оқып жүрмеңіздер. Comfortable. Next one is chocolate. Chocolate. Екпін бірінші буынға түсіп тұр. Яғни бірінші буынның дыбысын анық оқимыз. Чок. Чок деп. Қалған буынның дыбыстары шуа болып кетеді. Шуа дыбысы. Яғни біздің қазақ тіліндегі сияқты болып оқылып кетеді. Chocolate. Chocolate. Next we have vegetable. Vegetable. Екпін, яғни ударение бірінші буынға түсіп тұр. Бірінші буынды анық айтамыз. В. Қалған буынның дыбыстарын анық айтпаймыз. Шуа дыбысы болып кетеді. Шуа sound. Vegetable. 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 So, next one is Tuesday. Tuesday. Tuesday деп оқып жүрмеңіздер. Tuesday. Tuesday. Fruit. 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 Fruit емес. Fruit. Okay, next. Wednesday. Wednesday. Д әріпі оқылмайды. Wednesday. Okay. Next, we have crisps. 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 Okay, естеріңізде жүрсін. Және бұл сабақ, бұл орындалған жаттығулар жоғары сынып оқушыларына арналған. Бұл төменгі сыныптың оқушыларының деңгейіне бармайды. Естеріңізде жүрсін. Сонымен сабақ пайдалы болса лайк басып қолдаңыздар және каналыма тіркеліңіздер.